Жақсы бұл, умра жақсы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам умраны умраға жалғап отырыңыздар дейді, иә? Яғни ниет етіп қойыңыздар, әр жылы бір рет умраға, немесе әр 6 айда бауырларымызға келіп тұратын. Бізде анау қолы босаса келетін бауырларымыз бар, міне араларыңызда отыр. Шаруасы шәл ыңғайланып неғып кетіп жатса, бірден неққа келіп демалам мен дейді, рахат дейді. Мына қасиетті қала шынымен демалдырады адамды. Сөйтіп жылына 4-5 рет келетін бауырларымыз бар. Сол сияқты умраны умраға жалғаңыздар дейді пайғамбарымыз. Неге десеңіздер, умра мен умра адамды кедейлікке жолықтырмайды деп айтқан екен. Пожалуйста. Бай болғыларыңыз келе ма? Умра деп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Шынымен сондай. Кедейліктен қорғайды деп жатыр, и умра мен умра күнәні тазалап тастайды деп жатыр. Мына умраны кеше жасадық қой. Енді Құдай қаласа, мысалға бір ертең Рамазанның соңғы 10 күндігіне ма кеп қалдыңыздар да, екі арада жасалған күнә қайтадан істелінеді, жойылып кетіп жаңа парақ ашылады. Умра мен умра күнәні тазалайды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. И оның сол жолға жұмсаған ақшасын Алла орнын толтырып қояды дейді. 1000 дирхам қылып дейді. Енді ол дирхам өзінің замандағы ақшаны айтып отыр кісі, долларлармен айтайық. 1000 доллар қылып қайтадан орнына толтырып. Өкініп, ойбай, неге қымбат төледі, ойбай, демеңіздер дейді. Алла оның орнын істейді дейді, толтырып қояды дейді. Просто адамда мына жақ дұрыс болу керек та. Мына жақ не үшін келген болу керек? Құлшылық үшін келген болу керек та.